Антиоксидантқа бай киви С дәрумені, талшын және қажетті қоректі құндылықтарды қамтиды. Құрамында 92,7 мг С дәрумені бар. Қосымша ретінде кальций, темір, магний, фосфор және калий табылады. С дәрумені мен антиоксиданттар тұрғысына өте бай киви демікпе науқастарында болатын тыныс алу қиыншылықтары симптомдарының азаюына көмектеседі. Кивидің құрамында бақыттың гормоны серотонин болады. Сондықтан киви бақыт гормонының қалыптасуына себеп болып, күйзелістерге қарсы қорғайды. Киви иммунитетті көтереді. С дәруменінің ең маңызды әсерлерінің бірі иммунитетті көтеру. Кивидің ас қорытуға пайдасы еритін және ерімейтін талшықтарынан келеді. Еритін талшықтар ішектердің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті пайдалы бактериялардың шығуына көмектеседі. Ерімейтін талшықтары болса суды ұстайды және ас қорыту барысында кеңейіп, дефекацияны жеңілдетеді. Ас қорытуды тездетеді және ішек қозғалыстарының тәртіпке келуін қамтиды. Мол талшықты осы жемісті жүйелі түрде тұтыну іш қатудың алдын алады. Жүрек денсаулығында антиоксиданттар, калий және талшықтар маңызды рөл ойнайды. Калий қан тамырларының босаңсуына және қан қысымының теңгерімге келуіне көмектеседі. Калориясы төмен киви жақсы қасиеттегі холестеринді арттырады. Қан сұйылтқыш қасиетімен жүрек тамыр саулығы үшін өте маңызды. Талшықты құрылымы себебімен киви ішек ісігінен қорғануға үлес қосады. Салмақ тастауға көмектеседі. 100 граммы 61 калория болатын киви диетаға дос жеміс. Әсіресе талшықтары себебімен оны тамағыңызға қосуыңыз керек. Кивидің салмақ тастауға көмегі тиеді. Көп уақыт бойы сізге тоқ сезімін береді. Киви теріге дос жеміс. Теріде коллагенді арттырып, терінің қартаю белгілерін азайтады. Терінің ылғалдық балансын сақтайды. С және Е дәруменіне бай киви шаштың түсуіне қарсы қорғайды. Магний, калий және цинк болса, қан ағымын жылдамдатып, шаштың тез өсуіне көмектеседі. Кивидің құрамындағы элементтер көз ауруларының алдын алуға және көру қабілетінің жақсаруына көмектеседі. Жүктілік кезінде өте маңызды. Құрамындағы фолий қышқылы жүкті әйелдерге өте пайдалы. Киви құрамындағы К дәрумені сүйек үшін пайдалы. К дәруменімен қоса кальций және фосфор сүйектерді нығайта түседі. Жас ұлғайған сайын остеоклаздан сақтану үшін киви жеу керек. Киви ісініп қабынған ауруларды сауықтыруда пайдалы. Буын ісінуде маңызды. 90% судан тұратын осы жемістің дененің температурасын сақтауда, тері ауруларын емдеуде және ас қорытуда маңызды фактор екенін ұмытпау керек. Денсаулық жағынан осы жақсы әсерлердің денеге қамдалуы үшін күніне орташа 2 дана киви жеу жеткілікті. Киви жегенде қандай тақырыптарға назар аудару керек? Аллергия. Кивиге аллергиясы бар адамдарда құсу, теріде қабыну, шаш түсуі, тіл, ауыз және ерінде қышыну, тыныс алу қиындап, беті ісіп, бас айналу болуы мүмкін. Құрамында калий бар дәрі қолданып жүрген болсаңыз, киви құрамындағы калий артық болуы мүмкін. К дәруменіне бай кивидің тұтынылуы қан сұйылтқыш қолданатын жүрегі ауыратын науқастарға кеңес берілмейді. Достар, бүгінгі менің дайындаған кивидің пайдасы атты ақпаратым ұнаса, келесіде шығатын пайдалы ақпаратымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.